Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз балабақшаға арналған ұя көрнекілігін жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ПВХ материалының 4 мм аламыз және оны А4 форматта канцелярский пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. ПВХ материалы өте нәзік материал, сондықтан абайлап қимылдау қажет. Дұрыс кеспесеңіздер сынып кетеді. Осылай А4 форматта 6 штук қиып алатын боламыз. Міне мен 6 штугын дайындап қиып алдым. Енді құрастыратын боламыз. Осындай альбомный түрде көлденеңінен ортасын ашыңқырап скотчтың көмегімен осылай жабыстырып шығатын боламыз. Енді екінші бетіне де жабыстырамыз. Ортасын ашқанымыз бізге осылай қазір ұя көтерген кезде қақиып тұру үшін қажет, майысу үшін қажет. Келесі үшінші листіні де осылай қатарынан жабыстырып алатын боламыз. Енді екі листіні екі жағындағының төбесіне жабыстыратын боламыз. Барлығын скотч арқылы міне екі жағын жабыстырып алдық. Енді осылай көтереміз. Бұл екі төбесі бізде үйшігіміздің, ұямыздың төбесі болып келеді. Соңғы 6-шы парақ бұл есігіміз. Бұны әзір жабыстырмаймыз. Міне осылайша жабыстырып аламыз. Және ПВХ-ның қалдық материалынан осындай тұтқа дайындап алсаңыздар болады. Бір үлкен дөңгелек кесіп, майда 3 дөңгелекті бір-біріне скотчтап ыстық клеймен осылай тұтқаны орнатып аламыз. Енді крышаның және құстардың суреттерін шығарып, астына құстардың екі төбесіне крышаның суретін цветнойдан шығарып алып, ыстық клеймен осылай жабыстырып шығатын боламыз. Міне осылай барлығын жабыстырып алдым. Енді липучканы алып, осындай майда 4 бұрышты етіп қиып аламыз. Және крышаның екі жеріне, екі жағына бір-біріне жабысатын қылып, осылайша клейлеп алатын боламыз. Міне бір бетіне жабыстырып алдым, енді екінші жерге жабыстырып осылай ашып жабылатын болады. Тағы да липучкамызды алып, есігіміздің бір жанына жабыстырып алатын боламыз. Сол кезде есік ашылып, жабылып алынатын болады. Енді бағанағы жасап алған тұтқамызды ұямыздың бір шетіне жабыстырамыз, есіктің ашылып жабылатын жеріне. Енді жібімізді өлшеп алып, ыстық клейді тамызып, жібімізді үстінен қатты ұстап тұру үшін кішкене ақ фетрді жабыстырып жіберетін боламыз. Міне сол кезде біздің үйшігіміз дайын. Осылай балалар бірінші есігін ашуды үйренеді, есігін алып тастайды және төбесін ашып, іштерінде жандарында липучкамен құстарға байланысты ойындар болатын болады. Мен тек сыртын жасауды үйреттім, ойынды өз қалауларыңызша жабыстырып аласыздар. Сол кезде бізде өте әдемі ұя дайын болды. Өз қолдарыңызбен көрнекілік жасап алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.